үстіне дәмді подлива қосып, кәдімгі қарапайым пельменді нағыз ресторандық тағамға айналдырдым. Сіздер де жасап көргілеріңіз келе ме? Ендеше кеттік. Жылы суымызды табағымызға осылай құйып, үстіне бір жұмыртқаны салып, және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Енді қамырымыздың иіні қанғанша қойып, келесі салмамызды дайындаймыз. Ол үшін фаршымыздың үстіне тұзды салып, мен пиязды блендерден өткізіп алдым. Міне осылай салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саласыздар. Мен қосымша кішкене паприка салдым. Ендігі кезекте қамырларымызды осылай 2-3 бөлікке бөліп, қатты жұқа етпей, осылай жайып шығамыз да. Міне видеода көрсетілгендей етіп жасап аласыздар қамырларыңызды. Міне мен 4 бұрышты етіп жасадым. Міне осылай түйіп шықтым. Кейін оны алдын ала майлап алған мантоваркамның үстіне салып, одан кейін қайнап тұрған судың үстіне салып, 20-25 минуттың көлемінде пісіруге қойып қойдым. Осы аралықта мен подлива жасадым, оны тек қана көкөністерден жасадым. Сіздер оған ет қосып жасасаңыздар да болады. Міне өздеріңіздегі бар көкөністермен осылай подлива жасайсыздар қарапайым. Үстіне томат пастасын қосып, пісіруге қойып қоясыздар. Міне біздің пельменіміз пісті. Оның үстіне піскен подливамызды қойып, үстіне қалауларыңызша укроп немесе көк жуаны сеуіп шығасыздар. Сіздер де дайындап көріңіздер, дәмді болып шығады, ас болсын.